Сәлеметсіздер ма? Құрметті Әділқазы алқасы және қатысушылар, назарларыңызды экранға салсаңыздар, не көріп тұрсыздар? Жай ғана сандар, жай ғана нөлдер. Бұл ешқандай қажеттілігі жоқ. Ал егер осы нөлдердің алдына бірді қойсақ, бізде не шығады? Әрине, мың шығады. Қалай ойлайсыздар? Бұл жерде бізге нөл қажет пе, әлде мың қажет пе? Әрине, мың қажет. Жалпы бұл жерде мен не айтқым келді? Бұл жерде бір ғана бір бүтін санның құнын мыңдаған есе арттырады. Яғни бұл өмірде, білімде, технологияда кішкентай қадам үлкен серпіліс жасайды дегенді білдіреді. Бүгінгі педагогикалық идеялар фестиваліне алып келген тақырыбым оқушыларға арналған жасанды интеллект экожүйесі. Менің есімім Көзбай Қанат Қалымжанұлы. Жалпы пед идеяны зерттемес бұрын идея неден туды? Соны мен 5 бөлікке бөліп қарастырдым. Яғни біріншіден оқушылардың жеке оқу траекториясының болмауы, екіншіден пәндік білім сапасы мен олимпиадалық дайындықтың төмендеуі, үшіншіден мұғалімдердің жасанды интеллектті қолданудағы сенімсіздігі мен тәжірибенің жетіспеушілігі, төртіншіден мектепте жүйелі даму стратегиясының болмауы, бесінші ауыл мектептерінің цифрлық мүмкіндіктерінің шектелуі. Жалпы менің тәжірибемде кездесетін қиындықтар оқушылардың информатика пәніне деген қызығушылығының төмендігі. Яғни 5-ші, 6-ші, 7-ші сыныптарда бала кішкентай болғаннан кейін сабақ оқиды, ал бірақ өтпелі кезең, яғни 8-ші, 9-ші, 10-ші, 11-ші сыныптарда, яғни осы кезеңдерде балалар мүлдем сабаққа деген қызығушылығы жоғалады. Осы уақыттарда бала әлеуметтік желіге бейімделеді, әлеуметтік желі TikTok, Instagramға баса назар аударатын болады, және 11-ші сынып оқушылары тек қана ұбт үшін ғана дайындалады. Ал информатиканы өмірге қажетті пән деп санамайды, яғни қазіргі балалардың көбісі телефонды, компьютерді білсем болды дейді. Бірақ оның түпкі мақсатын білсе, өмірге деген қажеттілігі және құндылығын білер еді. Оқушылардың анализ, синтез, рефлексия дағдының төмендігі және қазіргі альфа ұрпақтың ақпаратты қабылдау типі өзгерді. Бұл қиындықтарды шешу үшін мен өзімнің білімім жетпегеннен кейін зерттеу еңбектеріне жүгіндім. Бұл жерде Мағжан Жұмабаевтың педагогика еңбегінде өзіме түртіп алғаным, бұл жерде қандай жаңартылған технология қолдансақ та, біз ешқашан өзіміздің ұлттық құндылығымыздан алыстамауымыз керек. Сонымен қатар Жүсіпбековтің жасанды интеллекттің негіздері кітабы. Бұл кітапта жасанды интеллекттің математикалық негіздері, алгоритмдер, сараптамалық жүйелер туралы айтылған, және де бұл ең алғашқы қазақ тіліндегі ең жүйелі оқу құралының бірі. Көрдіңіздер ме? Осындай бір көзге ерекше қылып эмоционалды, яғни оқушының эмоциясын оятып, қызығушылығын арттырсақ, пәнге деген ынтасы оянады. Жалпы бала информатиканы естен жақсы сақтау үшін және информатикаға деген қызығушылығын ояту үшін біз тақырыпты зерттеуіміз керек. Яғни бұл жерде оқыту өнері мен ғылымды байланыстыруды осы кітаптан түйгенім деп білемін. Жалпы зерттеу еңбектерін, яғни білесіздер, альфа буыны 2010-2020 жылдар аралығындағы балалар. Бұл балалар жалпы қабылдау типтері әртүрлі. Біреуі аудиал, визуал, кинестик. Ал аудиал дегеніміз бұл құлақтың есту арқылы ақпаратты қабылдайды. Визуал дегеніміз ақпаратты көзбен көру арқылы, ал кинестик дегеніміз іс тәжірибе арқылы. Яғни мен осы аудиалды, визуалды да, кинестикті де жүйелеп, мен манағы педидияның тақырыбын шығардым, яғни оқушыларға арналған жасанды интеллект экожүйесін құру. Тақырыбыма кішігірім анықтама беретін болсам, жасанды интеллект экожүйе дегенді қалай түсінеміз? Яғни жасанды интеллект экожүйе деген бұл жасанды интеллекттің өзара байланысқан элементтерінің жиынтығы. Қарапайым тілмен айтсам, жасанды интеллектті құратын, оқытатын, қолданылатын және қолдайтын барлық орта мен құралдардың бірлігі. Жалпы педидияның өзектілігі қазіргі альфа ұрпаққа тұтас мәтінді қабылдау типтеріне ақпаратты түрлендіріп оқыту. Яғни ақпаратты түрлендіріп оқытуда жай ғана құр сөзбен ғана емес, жасанды интеллекттің экожүйесі арқылы оқушылардың инфрақұрылымын, яғни бағдарламалық құралдарды үйрету. Жалпы мен өзімнің педагогикалық идеялар фестивалінде экожүйені элективті курсынан
жасап құрдым, яғни өзімнің іс тәжірибемде аптасына 1 сағаттан жылына 34 сағат, яғни 2024 жылдың 2 қыркүйегінде бекіткен болатынмын. Сабақтан тыс уақытта ақысыз негізде осындай элективті курс өткіздім. Бұл педагогиканың педидияның кәсіби дамуға деген үлкен үлесі зор болды. Оқушылардың зерттеу дағдысы, жасанды интеллект экожүйесі тақырыбында мақала жазып, оқушы дәптерін шығардым. Міне өздеріңіз көріп отқандай, жасанды интеллект экожүйесі оқушы дәптері бұл менің педагогикалық идеямның өнімі болып табылады. Сонымен бірге сандық сапалық нәтижесі педидиямның бұл сандық нәтижесі біз 2024 жылдың қыркүйек айында 76% бастаған болатынбыз, ал қазіргі уақытта бұл 80%-ді құрап отыр информатика пәні бойынша. Педидияның сапалық нәтижелері, яғни оқушылардың пәнге деген қызығушылығын артты, информатика пәніне деген қатысты деректерді талдай алады, сұрыптай алады және зерттеу дағдыларын дамытады. Өздеріңіз көріп отқандай сапалық нәтижелерім оқушыларының және өзімнің жетістіктерім бұл зерттеу жобасы, ғылыми жоба, пәндік олимпиада бойынша және оқушылардың сабақ барысында жасанды интеллекттің экожүйесін құру туралы түсіндірме жұмыстары. Сонымен қатар, жалпы идеяның мақсаты информатика пәнін өмірмен байланыстырып, оқушылардың зерттеу дағдыларын, пәнге деген қызығушылықтарын арттыру, яғни өзіне деген жауапкершілік, өз бетімен білім алу құндылықтарын дамыту және әлеуметтік желіні информатика пәнін оқытуда тиімді қолдану. Жалпы көріп тұрғандарыңыздай, мен педидиямның басында мақсатына өзім жеттім және бұл мақсатпен мен тоқталып қалмай, алдағы уақытта өзіме болашаққа жоспар қойдым. Жоспарды бірінші авторлық бағдарлама жазу, екінші басқа аймақтарға экожүйесін өткізу, үшінші әдістемелік құрал жазу, төртінші зерттеу конференциясына қатысу, бесінші өзімнің осы тақырыптағы жобамды тамыз кеңесінде тәжірибемен бөлісу. Назарларыңызға рахмет.